Армысыздар, ел жұртым, дәрі халқым, амандасу алдымен ата салдым. Бұл жобаны қорғайтын мен боламын, келістіріп өнер мен сөздің нарқын. Мен Жетісу облысы Алакөл ауданы Көктұма қазақ орта мектебінің 10-шы сынып оқушысы, үздік арт нысан номинациясына қатысушы Үсентай Ақмарал. Жалпы мектеп оқушыларын экологиялық мәдениетке тәрбиелеуде және экологиялық жобаларды жалпылау мақсатында ұйымдастырып отырған бұл жобада менің басты мақсатым баршаңызды экологиялық мәдениетке тәрбиелей отырып, сіздерге ұсынғым келетін эко нысандарды таныстыру. Ендеше менің таныстырғым келетін ең бірінші нысан бұл Ақбас үйрек. Таулар Көктұманың асқар биік, аң мен құс мекендеген асқар биік. Шыңдары жарқыраған мұз жамылып, көрінер тұрғандай болып көкке тиіп демекші, айдында Алакөлімізде Көктұма маңайында реликті шағаладан кейінгі танымалдылыққа ие болып отырған Ақбас үйрек құс-тәрізділер отрядында үйрек тұқымдасына жататын су құсы болып табылады. Байқап қарасаңыздар, Ақбас үйрек нысанын жасау барысында менің басты назарға алғаным бұл көк түс. Яғни қарап тұрсаңыздар, мен көк түсті көлді бейнелеу арқылы және қамыстармен былайша айтқан кезде табиғи қалдықтарды пайдалану арқылы жасалған нысан болып табылады. Бұл нысанды біз қайда пайдалана аламыз? Жалпы Ақбас үйрек нысанын менің ойымша Алакөл қорығында басты назарға алынған құс болғандықтан мектеп оқушыларын, кішігірім бүлдіршіндерді Алакөлде өсірілетін және де Алакөлді мекендейтін құстарды таныстыру барысында қолдансақ болады. Келесі, жер жаннаты Жетісу өңірінде тұрып, барлығымыз табиғатта серуендегенді жақсы көреміз. Және осындай серуендеріңізге эстетикалық сән қосатын нысандардың бірі бұл экосөмкелер. Әр мезгіл сайын біз шыршалардан түсетін жаңғақтарды жиі қоқысқа тастап жатамыз. Бірақ та осындай табиғи қалдықтардан біз дәл осындай керемет әрі сәнді экосөмкелерді жасай аламыз. Бұны жасау үшін бары жоғы шыршадан түсетін жаңғақтар және де мыс қажет болады. Жасалу жолы да өте оңай. Келесі бұл осы қуыршақтар. Қазіргі таңда нарықта Қытайдың пластмасс дүниелері өте көп қолданысқа еніп жатыр. Бірақ та бұл пластмассалар балалардың денсаулығы үшін өте қауіпті болып табылады. Одан бөлек пластмассалар табиғатта тез сұрыпталып кетпейді. Яғни оның жойылу ықтималдылығы өте төмен болып табылады. Және соның орнын алмастыру үшін менің сіздерге ұсынатыным бұл өсімтал мақтадан жасалынатын осы қуыршақтар болып табылады. Қарап тұрсаңыздар, сыртта мата, бұл яғни қойдың терісі жүннен алынады, және де іші өсімтал мақтамен толтырылған бұл қуыршақтар баланың сөз шеберлігін, қол моторикасын дамытып қана қоймай, оның денсаулығы үшін де өте пайдалы болып саналынады. Одан бөлек бұл қуыршақтарды біз қайда пайдалана аламыз? Қуыршақтар тек қана балалардың ойнау үшін ғана қажет емес. Сонымен қатар бұл қуыршақты балалар қуыршақ театры ретінде де пайдалана алады. Бұл кішігірім бүлдіршіннің қазақ тілінде еркін сөйлеуіне және де сөз шеберлігінің дамуына өте көп үлесін қосады. Сол себепті мен сіздерге осы қуыршақтарды ұсынғым келеді. Енді осылардың барлығын қорытындылайтын болсам, менің ойымша табиғат пен адам бұл егіз ұғым болып табылатыны барлығымызға белгілі. Табиғат біздің ортақ үйіміз, ортақ мекен және біз пайдаға асыратын басты нысандар осы табиғаттан алынады. Сол себепті барлығымыз бейжай қарамай табиғатты қорғауымыз керек деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.